Туған жерден сәл ұзап кетсек болды, сағына бастаймыз. Елді айтпағанда ұлттық тағамымызға дейін сағынамыз. Қайнап жатқан ет, қорылып жатқан тоқаштың иісін сағынасың. Кішкентайымыздан санамызға сіңген ырым тыйымдар, үлкендердің сөздері, бәрі жадымызда жатталған. Былайша айтқанда қазақылық кішкентайымыздан қашалған. Ал шетелдікті асырап алған қазақ балалары ше, олар нені сағынады? Естерінде не қалды? 9 әріптен тұратын Қазақстан деген сөзді ғана біледі. Қазақстанда туылдым дегені болмаса, қазақылық қасиет жат болған. Өзге елде тұрып, өзге елдің суын ішкен соң, сол елдің мәдениетін сіңіреді, сол елдің тілінде сөйлейді, сол елдің дінін қабылдайды. Ащыда болса, ақиқаты осы, біз оларды мәңгілікке жоғалттық. Кімге ұқсатам білмеймін қандайымды, мама кеп бір искеші маңдайымды, ақуызға толмаған таңдайымды, толтырайын айтумен жағдайымды. Мама, енді сені табу қиындайды, ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым жұпарың арман болып, туған жерің топырағың бұйырмайды. Мама, түскендеймін аңдардың арасына, мен жатпедім қазақтың баласына. Мама, пайғамбар жоғалатын панасына, мен осынша азапқа саласың ба? Мама, әнұраның туыңды биіктеттің, сен мені жатқа саттың, күйіктеттің. Мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір ескеп сүйіп кеткін. Жүректерден иманның нәрі кетті, не көрмеген қазағым бәрін дөтті. Тағдырымды Аллаға тапсырамын, Алла мәңгі және де әділетті. Мама, түскендеймін аңдардың арасына, мен жатпедім қазақтың баласына. Қазақтың баласына. Мама, пайғамбар жоғалатын панасына, мен осынша азапқа саласың ба? Мама, онсыз да биік үйлеріңді, бала сатып тағы да биіктеткін. Мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір ескеп сүйіп кеткім.
мен казакпын.